Қайырлы күн, балалар. Бүгін екі амалмен орындалатын есептер шығаруды жалғастырасың. Алдымен мына бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайысқа әр сыныптан 4 бала қатысқан. Сыныптың саны 8. Барлығы неше бала екенін тауып алып, сол сайыстан шығып қалған 12 баланы алып тастасақ, қанша бала қалғанын табамыз. Сосын Айнұрдың 43 теңгесі болған, ағасы оған тағы да 57 теңге берсе, Айнұрда қанша теңге болады? Енді ол осы ақшасына 2 құрт сатып алған. Бір құрттың бағасын білу үшін біз 43-ке 57-ні қосып 2-ке бөлеміз. Әр қарай 2 тәрелкеде 28 бауырсақ болған. Тәрелкелердің біреуінен бірнеше бауырсақ алған кезде 2 тәрелкедегі бауырсақтар жетеуден болған. Назар аударамыз, әр тәрелкеде жетеуден қалды. Енді не істейміз? 7-ге 7-ні қосып 28-ді азайтсақ, тәрелкелердің бірінен 14 бауырсақ алынғаны белгілі болады. Сосын сергіту сәтін жасап аламыз. Әр қарай 40 бөлу 5 қосу 20 өрнегіне есеп құрастырамыз. Мысалы, мен 40 асықты 5 бала теңдей бөліп алды. Ойын барысына Марат 20 асық ұтып алды. Мараттың асығы қанша болды деген есеп құрастырып, осылай шығардым. Ал сен қандай есеп шығардың? Менің пікіріме жазып қалдыр. Сосын театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болған, 2 кассада. Бірінші кассадан 200 билет сатылған кезде, ол кезде 100 билет қалса, бірінші кассада 300 билет болды ғой. Екінші кассада алғашында қанша билет болғанын табу үшін біз 200-ге 100-ді қосып, бірінші кассадағы билет санын азайтып тастасақ, екінші кассадағы билет саны шыға келеді. Сонда бастапқыда бірінші кассада 300, екінші кассада 500 билет болғанын анықтадық. Әр қарай мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілері кітаптары болған. 12-ге 15-ті қосса 27 болады. Енді кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратса, әр сыныпта неше кітап алады, оны жауабын өзің жаз. Әр қарай мына сызбалар бойынша амалдардың орындалу ретін анықтап отырып, өрнек құрастырамыз және олардың мәнін табуды біз білеміз. Сосын күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып шығарамыз. Белгісіз компонентті табу жолын білеміз. Сосын қызықты бір амалдардың таңбасы мен сандарын тауып, өрнектер құрастырамыз. Сен менікінен басқаша қандай өрнек құрдың? Менің пікіріме жазып қалдыр. Сосын балалар, сендер үй тапсырмасын алдымен өздерің шығарыңдар, одан кейін менікімен тексеріңдер. Анам 4 литр қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алған. Сонда анам неше литр сүт сатып алған табу үшін біз алдымен 4-ке 3-ті көбейтіп шұбаттың қанша литр екенін тауып аламыз. Одан кейін ол шыққан санды 6-ға бөлсек, сүттің мөлшері шыға келеді. Балалар, сендер бүгін 2 амалмен орындалатын есептерді шығардыңдар, ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.